Шавкат Рахмоновқа қарсылас табылды ма? UFC-ге енді қосылған Беллатор жұлдызы Шавкаттың шақыртуын қабылдай ма? Түсініксіз. Асу Алмабаев 21 қазан Абу-Даби қаласында өнер көрсетуі мүмкін. Және де Қытай еліндегі қандас бауырларымыз UFC-ге қосылып кетуі мүмкін. Сонымен қатар өткен апта болған UFC Fight Night турнирі. Сіздермен бірге Азамат, және де бүгін біз жаңа айдарымызды бастап тұрмыз. Бұл жерде біз бүткіл өткен апта болған оқиғаларды, қызық мәліметтерді жинап, кішігірім дайджест ретінде сіздермен бөлісеміз. Ал осы видео басталмас бұрын біздің Азамат MMA Telegram арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы арнада қазақстандық және әлемдік MMA мен бокс жаңалықтары салынып отырады. Және де көбісі UFC турнирлерін қайдан қарауға болады деген сұрақтар қояды. Осыған жауап біздің Telegram каналымыз. Сол жерде сіздер таза қазақ тіліндегі комментаторлар мен UFC-ді тікелей эфирде көрсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеоны қандай тақырыпқа шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен сенбі күні өткен UFC Fight Night Сингапур жайлы айтып кетейік. Бұл турнирдің мейн ивентінде екі атаңыз айналған жауынгерлер кездескен еді. Жартылай жеңіл салмақтың экс-чемпионы Макс Холлоуэй және корейлік зомби Чен Цен Джунг. Жекпе-жектің 3-ші раундында Холлоуэй қарымта соққымен корейлік зомбиді таза нокаутқа түсірген болатын. Солай мақсат өзінің UFC-дегі рекордты 29-ші жекпе-жегін өткізіп, промоушн тарихындағы 20 жеңіске қол жеткізген ең жас жауынгер атанды. Ал корейлік зомби бұл жеңілісінен соң мансабын аяқтаған болатын. Көптеген адамдар білмейтін шығар, алайда корейлік зомби атаңыз айналған MMA жауынгерлерінің бірі. Өткізген әр жекпе-жегінде турнирдің мейн ивентін басқарып жүрді. Сонымен қатар 25 жекпе-жегінің 19-ында уақытынан ерте, яғни досрочно жеңіске жетті. Сондықтан рахметімізді айтып, аңызды пенсияға шығуымен құттықтаймыз. Бокс жаңалықтарына көшсек, Жәнібек Әлімханұлы ақш-қа оқу-жаттығуларын өткізуге ұшып кеткен еді. Жәнібек қазан айында IBF чемпионы Винсенцо Гуальтери мен екі чемпиондық белбеуді қосу аясында жекпе-жек өткізеді. Бұл жекпе-жекке Жәнібек бокс стилін өзгертіп келеді. Себебі қазақ стайл аты аңызға айналған Майк Тайсон Артур Гаттиді даярлаған Бадди Магирттен кетіп, Брайан Вилориамен жұмыс істеп бастады. Өзінің айтуы бойынша Бадди Магиртпен ешқандай қақтығыс немесе ұрыс-керіс болмаған. Магирттің Калифорниядан Флоридаға көшуіне байланысты Жәнібек бапкерін ауыстырған болатын. Сонымен қатар кәсіпқой бокс чемпионы ретінде ары қарай даму үшін бокс тәсілін өзгерткісі келген. Жаңа бапкері Брайан Вилория WBC, IBF, WBO және WBA супер тұжырымдары бойынша әлем чемпионы атанған. Сонымен қатар 1993 жылы Хьюстонда өткен әлем біріншілігінің чемпионы атанған. Жәнібекке сәттілік тілейміз. Бокс тәсілін дамытып, кезекті чемпиондық белбеуді қосатын шығар деген ойдамыз. Бокстан кетпейік. Абылайхан Жүсіпов ақш елінде өткен бокс кешінде Никарагуа боксшысы Уинстон Кампосты 5-ші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Сонымен қатар, осы Талса қаласында өткен бокс кешінде Жан Касабутский қарсыласы Эффи Аджагбаға тыйым салынған соққыларды жасағаны үшін 4-ші раундта жекпе-жектен шеттетілді. Және де Нұрсұлтан Аманжолов Польшада өткен бокс кешінде өзбекстандық боксшы Лазизбек Муложоновқа 1-ші раундта техникалық нокаутпен есе жіберді. Осы бокс кешін украиндық чемпион Pound for Pound рейтингін басқарып отырған Александр Усик өзінің чемпиондық белбеулерін британдық нокаутер Дэниэл Дюбуаға қарсы қорғады. Жекпе-жектің басында Усик раундтарды өзінің қоржынына қосып бастағанына қарамастан 5-ші раундта Дюбуа іштен дәл соққы жасап, Усикті нокаутқа түсірді. Алайда бас төреші бұл соққыны белде төмен жасады деп Усикке қайта оралуға уақыт беріп, нокаут немесе нокдаун ретінде санамаған болатын. Солай Александр Усик өзіне қайта оралып, 8-ші раундта Дюбуаны нокдаунға түсірді. Кейін Александр Усик 9-ші раундта қарсыласын нокаутқа түсіріп 21-ші жеңісіне қол жеткізді. Шавкат Рахмоновтың қарындасы Сора Рахмонова алдағы жекпе-жегіне дайындалуға ақш-қа кетті. Еске сала кетейік, жекпе-жек Дана Уайт үміткерлер сериясына 26 қыркүйек күні болады. Егер жеңіске жетсе, UFC-де өнер көрсетуге мүмкіндігі бар. Сора туралы біз арнайы топ 5 UFC-ге қосылатын қазақ жауынгерлері атты видеомызда айтып кеткен болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал біз жалғастырамыз. Қытайлық қазақ бауырымыз Дәрмен Заупанұлы алдағы мақсаты жайлы былай деген: менің басты мақсатым мықты деңгейде жаттығып, еңбек етіп үлкен ақша табу. Сонда мен анамды өзіммен бірге алып, жақсы өмір сүре аламын деген еді. Кеше ғана Дәрмен Сингапурда өткен Road to UFC турнирінде өнер көрсетті.
Бұл турнирде жеңіске жеткен жауынгер UFC-мен келісімшартқа отырып абсолютті промоушнде өнер көрсете бастайды. Бауырымызға қарсы корейлік Чон Хо Ли шыққан болатын. Өкінішке орай Дәрмен Заупанұлы 3-ші раундта техникалық нокаутпен есе жіберді. Алғашқы 2 раундта белсенді күресудің себебінен соңғы раундта күш жетпей қалды. Дегенмен батырымызға мұңаймай ары қарай дамуына сәттілік тілейміз. Асу Алмабаевтың айтуы бойынша оған ең алдымен қарсылас ретінде аса жеңіл салмақ рейтингінде 9-ші орында орналасқан Тим Эллиотты ұсынған. Алайда Эллиот Асудың дебютант болғасын қызығушылық танытпай бас тартқан. Енді Тим Эллиот 21 қазан Абу-Дабиде өтетін UFC 294 турнирінде рейтингте 11-ші орында орналасқан Мухаммед Макаевпен жұдырықтасады. Алайда белгісіз Эдриан Вайнах атты инсайдерге сенсек, Асу Алмабаевқа осы жекпе-жек болмай қалса замена ретінде ауыстыруы жайлы ұсыныс келген. Бұл ақпараттың шын өтірігіне сену қиын. Дегенмен сыбыстар бекер шықпайды. Бәлкім батырымызды рейтингтегі қарсыластарға қарсы көріп қалармыз. Және де Шавкат Рахмонов. Алдыңғы қарсыласы Келвин Гаслом жекпе-жектен бас тартқасын, әлі күнге дейін Шавкатқа қарсы тұратын жауынгерді таба алмай жатыр. Шавкаттың өзінің айтуы бойынша оған кіммен шықса да бәрібір. Бастысы жекпе-жек өткізсе болды. Ең алдымен Камару Усманмен кез келген жерде жұдырықтасуға дайын екенін айтқан болатын. Кейін Чел Соннан Шавкатқа қарсы ирландық проспект Йен Гериді қарсылас ретінде көргісі келген. Алайда Йен Мачадо Гери бұл жекпе-жектен өзі бас тартып 40 жастағы Стивен Томпсонды жекпе-жекке шақырған еді. Және де соңғы мүмкін болатын қарсылас Беллатордан келген жұлдызды жауынгер Майкл Пейдж. 36 жастағы жауынгер өзінің UFC-дегі дебюттік жекпе-жегінде рейтингте үздік 5-тік немесе үздік 10-тықтағы жауынгермен кездескісі келеді. Осыған орай Шавкат Рахмонов Твиттерде рейтингте 6-ші орынға қалай қарайсың деген болатын. Бірақ әлі күнге дейін Шавкаттың болашақ жекпе-жегі жайлы нақты ақпарат жоқ. Қалай ойлайсыздар, Шавкат Рахмонов осы жылдың соңына дейін қай жауынгермен жекпе-жек өткізеді? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Осы жерге дейін қарағандарыңыз үшін сізге 1000-де 1 алғыс. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің Азамат ММА телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.